Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Алдик Pro Code. Және біз бүгін Python курсымыздың 7-ші сабағына қош келдіңіздер достар. Бүгін біз лист, яғни тізімдер деген тақырыпты өтеміз. Ал кеттік достар. Жалпы алдыңғы сабақта біз айнымалы туралы өттік. Айнымалы дегеніміз не? Айнымалы дегеніміз қандай да бір коробка. Сол коробкаға біз қандай да бір мәнді сақтай аламыз. Сол мәнді керек кезде біз қолдана аламыз. Мысал үшін бізге бір мән емес, одан да екі немесе одан да көп мәндерді сақтау керек болса, біз не істейміз? Бізге сол кезде тізімдер көмектеседі. Тізім дегеніміз екі немесе одан да көп мәндерді сақтау үшін қолданылады. Мысал үшін қандай да бір былай жазсақ, көрдіңіздер ме? Бұл жерде айырмашылық жоқ. Екеуі де бірдей жазылады. Тек айырмашылығы мынандай нәрседе. Мынау дегеніміз тізім. Осылай жазсақ, егер осындай екі жақшаны ашып жапсақ, онда Python бұны тізім деп санайды да, алгоритмі. Сөйтіп тізім деп сонымен жұмыс істейді. Жалпы тізімге біз мәндер сақтай аламыз. Мысалы, жаңағы мәтін түрде де қосымша сандарды да сақтай аламыз. Жаңағы алдыңғы сабақта өткен бұл типтерді сақтай аламыз. Тағы да мынандай түрде сандарды сақтай аламыз. Бұл кәдімгідей коробка деп елестетіңіздер. Осы коробкаға біз не сала аласыз? Бұл жерде де дәл сондай. Әртүрлі типтегі мәндер сала бересіз. Кеттік достар, бір мысал қарастырып жіберейік. Мысалы, сіз оқушысыз және сіз жаңағы сумкаңызға бір заттарды, дәптер, кітап, қаламсаптар саласыз. Соны жазайық. Мысалы, сумка деген аты қойып, осындай тізімді құрастырайық. Осы тізімнің ішіне біз кітап, қалам және де дәптер деген нәрсені салайық. Мысалы, біз оқушымыз, осындай заттарды саламыз. Сөйтіп жүріп, біз мектепке келдік. Мектепке келгеннен кейін біз не істейміз? Осы заттардың бәрін шығарамыз, дұрыс қой? Осы заттардың бәрін шығару үшін біз не істейміз? Біз print функциясын қолданамыз және сумка деп жазамыз. Бұлай жазсақ, бізге не шығарады? Бізге бүкіл заттар шығарып тұр. Көрдіңіздер ме? Мына сумка деген сумканың ішіндегі заттардың бәрін шығарып тұр. Достар, алдыңғы сабақта айтқандай, программированияда, жаңағы математикаға қарағанда, бізде реттік санымыз 0-ден басталады. Яғни математикадағы 1, 2, 3 дегеніміз программада 0, 1, 2. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде бір санға төмен программалауда. Айырмашылығы осында. Яғни сіз, мысал үшін, бірінші элемент десеңіз, оның реттік саны 0 болып тұр. Вот. Сондықтан, жалпы сіз тізіммен жұмыс істеген кезде осы реттік санды жақсылап тұрып түсініп жаттап алу керек. Яғни сіз мысалы мына мәндерді енгіздік қой біз тізімге. Бұл мәндер тізімге реттік сан бойынша, қандай да бір реттік сан бойынша салынады. Яғни кітап деген бізде 0-ші элемент, мысалы қалам деген 1-ші элемент, дәптер дегеніміз 2-ші элемент болып тұр. Көрдіңіздер ме? Яғни 1-ші элемент, 2-ші элемент, 3-ші элемент. Мына реттік сандар бойынша қарастырып отыр программалауға. Енді достар, жалпы бізге мысалы мынандай тағы да мысал келсін. Біз бәрін емес, қандай да бір дәптерді ғана шығару керек болады. Мысалы, үй жұмысын көрсету үшін дәптер ғана шығарайық. Ол үшін біз не істейміз? Біз жалпына ішіндегі осы мәндердің алу үшін біз не істейміз? Біз оның реттік сан бойынша аламыз. Яғни дәптеріміз бізде 2-ші реттік санда тұр ғой. Сондықтан біз былай аламыз. 2 деп алсақ, мынандай жақшаны қоясыз. Осы жақшаның ішінде бізге керекті мәннің реттік санын жазамыз. Бізге дәптеріміз керек болса, онда оның реттік санын қараймыз. Ол 2. Біз 2 десек, бізге не шығарады? Бізге дәптер деп шығарады. Көрдіңіздер ме? Біз 2-ші реттік санды қойдық, бұл 2-ші реттік санды дәптер тұр. Біз тек дәптер алып шықты. Ал егер біз мысалы дәптер емес, не шығарсақ, мысалы біз қалам шығарғымыз келсе, қалам бізде нешінші реттік санда? 1-ші реттік сан. Яғни біз қалам шығарамыз. Сөйтіп бәрін шығаруға болады. Және достар, мынандай нәрсе бар. Егер сізге тек бәрін емес, осы 2 санды бірден шығарғыларыңыз келсе, 2 мәнді. Осы 2 мәнді бірден шығару үшін бізде Python'да мынандай конструкция бар. Қазір жазып берем. Мынандай нәрсе бар. Мынандай былай жазсаңыздар, достар, бұл дегеніміз, мына қос нүкте дегеніміз, осы
бірінші элементтен бастап жоғарғы элементтердің бәрін шығар. Яғни бірінші элемент деген мынау ғой. Осы элементті шығар деп тұр. Яғни осы екеуін шығарамыз біз. Былай жазсақ, қараңыздар. Міне, көрдіңіздер ғой? 1 егер біз 0 деп жазсақ, бізге бәрін шығарып береді. Міне, өйткені біз айтып тұрмыз 0-ші элементтен жоғарғылардың бәрін шығар деп. Яғни 0-ші элементтен жоғарғылардың бәрі 3 сан. Ал егер бізге тек қана 1 мен кітап пен қаламды ғана шығару керек болса, онда біз бүйтіп жазамыз. 0-ден 2-ге дейін де жазсақ, міне, көрдіңіздер ғой, кітап пен қалам ғана шығарады. Бұл не дегеніміз? 0-ден 2-ге дейін, яғни екінші элементті қоспайсын, 0-ден 2-ге дейін мәндер шығар, яғни мына екеуін шығар деп тұр. 0, 1. Міне осындай достар. Мысал үшін тағы бір соңғы мысалды қарастырып жіберейік. Мысалы, біз үйге келдік сабақтан, бізге қаламның орнына мысалы қарандаш салып өзгерту керек, ауыстыру керек болып тұр. Біз не істейміз? Біз сумка дейміз. Бағанағы реттік санға байланысты қалам бізде бірінші реттік сан, яғни 1 жазамыз. Осы қаламның орнына мысалы біз қарандаш деген саламыз. Сөйтіп бізге не шығады? Міне қараңыздар достар. Бізде басында міне дәптер, қалам болды. Міне басында қалам болды. Кейін біз алдық та қаламның орнына үйге келіп қарандашты ауыстырдық. Сонда бізде былай шығып тұр. Яғни біз жаңағы тізімдегі мәндермен біз бүкіл нәрсені істей аламыз. Операцияларды, яғни шығара аламыз, өзгерте аламыз, жаңағы керек нәрселерге. Кейін жой аламыз дегендей. Тізім деген осы достар. Жалпы бүгін сабағымыз аяқталды достар. Бүгін сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписка жасаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңдар.